Жақында су жаңадан сайланған депутат Асхат Рахымжанов елімізде жылына 90 мыңға жуық отандық автокөлік өндірілетінін айтты. Депутаттың сөзінше, оның ішінде 10 мыңға жуығы экспортталса, 30 мыңнан астам көлік сырттан әкелінеді. Ақпарат қаншалықты рас? Бірге тексерейік. В Казахстане сейчас производится около 90 тысяч автомашин отечественной сборки. Из них 10 тысяч через субсидии и кредиты идут на экспорт. Расымен депутат аса қатты қателесе қоймады. Бірақ бұл жерде бір ғана түсіндіретін нәрсе бар. Мысалы, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің бізге берген мәліметіне сай, 2022 жылы елімізде 103.345 көлік өндірілген, ал оның 10.006-сы экспортқа жіберілген. Бұлай қарасақ, депутат рас айтып тұрған секілді көрінуі мүмкін. Бірақ жыл сайын жылына 90 мың көлік өндіріліп жатыр деп нақты айта алмаймыз. Себебі мынада. Депутат айтқандай, жылына 90 мыңға жуық автокөлік өндірілмейді. Мына инфографикадан әр жылы көліктің түрлі көлемде құрастырылатынын байқаймыз. Мысалы, 2018 жылы 30.016 көлік өндірілсе, 2021 жылы 80.679 көлік өндірілген. Бұл жерде тек 2022 жылы 100 мыңнан аса көлік өндірілгенін байқауға болады. Министрліктің дерегінше, кейінгі 5 жылда орта есеппен 51 мыңға жуық автокөлік сырттан әкелінген. Оның ішінде 42 мыңнан астамы жаңа, ал 2500-ден астамы қолданылған, қалғаны басқа. Каналға тіркеліп, лайк басып, видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Материалды сайтымыздан толық нұсқасын оқуға кеңес береміз. Келесі кездескенше.